ерте солған қыз ғұмыр. Өмірімде еш жанға тіс жарып айтпаған сырым кеудемді өртейді. Ол балалық шағымнан мәңгілік жүрегімде қарадақ болып қалған жан жарасы. Біз отбасымызда 2 баламыз, мен және ағам. Әкем мені қатты жақсы көретін. Әкем жұмыстан келгенде жүгіріп барып мойнына асылатынмын. Жұмыстан қатты шаршап келсе де мойнына көтеріп алып ойнататын. Ағам әкемді менен қатты қызғанады. Бұны мен әкем мені ағамнан артық жақсы көреді деп мақтанатынмын. Кейінгі кездері әкем жұмыстан үйге ішіп келуді әдетке айналдырды. Мені қасына шақырып алып, ұятты жерімнен ұстап, мына жеріңді ешкімге берме, тиіскізбе деп жиі айтатынды шығарды. Бәйкүне баламын ғой, ештеңе түсінбедім. Әкеме еркелеп, бетінен сүйіп, мойнына асылып, құшақтап, әкеме жабыса түсетімін. Далада ойнап жүргенмін. Ағам, «Дана, сені әкем шақырып жатыр», деді де өзі достарымен ойнап кетіп қалды. Мен жүгіріп үйге келдім. Әкем дастархан басында сыра ішіп отыр екен. Анам үйде жоқ. Мен әдеттегідей жүгіріп келіп еркелеп, әкемнің алдына отырдым. Әкем менің бетімнен, мойнымнан сүйіп, «Доча, жүр жатайық» деп, қолымнен жетектеп, жатым бөлмеге әкелді де, өзі ышқырын түсіріп, ішінен мүшесін алып, төсекке отырды. Мені алдына тізерлетіп отырғызып, басымды қатты ұстап, аузыма өз мүшесін тақады. Бала жүрек бұл ерсі нәрсе екенін түсіндім. «Әке, әке» деп қарсыласпақ болдым. Әкем мені мықтап ұстап жібермеді. Мүшесін аузыма салып, бір кіргізіп, бір шығарып, басымды әрі-бері қозғады. Менің тынысым тарылып, тұншыға бастадым. Аузыма ащы бір сұйықтық төгілді де, әкем мені сол кезде босатып, «О!» деп рахаттанған дауыс шығарды. Мен лоқсып жүгіріп келіп қол жуғышқа қосып жібердім. Әкем артымнан келіп, «Осыдан анаң айтсаң, анаңның басын балтамен шауып тастаймын», деді. Осыдан кейін мен бұрынғыдай әкемнің мойнына асылмақ түгілі, көзіне көрінбеуге тырысатынмын. Әкем ішіп келсе, анама қол көтеруді шығарды. Әкем үйге ішіп келсе, анам көрші құрбысына, не басқа жаққа қашып кететін. Сол қашқаннан таңертеңгісі бірақ оралатын. Ағам ойнап келіп, ерте ұйықтап қалатын. Ал әкем болса, маған емін-еркін мүшесін сорғызатын. Әкем ішіп келгенде, анамның қашып кететінін біліп, «Анашым, анашым, мен де сізбен барайыншы» деп өтінетінмін. Анам болса маған ұрысып, «Қой, сен үйде қал» деп мені тастап өзі тайып тұратын. 1 сыныпты аяқтаған жылдың жазғы демалысы. Жаздың ұзақ күндерінің бірінде асыр салып ойнап жүрген кезім еді. Ағам келіп, «Дана, сені әкем шақырып жатыр». Менің сәби жүрегім зырқ ете қалды. «Анашым қайда? Үйде жоқ па?» «Анашым үйде жоқ, бір жерге кетіп қалды». Мен үйге барғым келмеді. Бірақ амал жоқ, бару керек. Алдын ала не болатынын да сезіп тұрмын. Көңіл күйім түсіп, басым салбырап үйге келдім. Үйдің есігін ашып, табалдырықтан аттамай сілейіп тұрмын. «Әке, мені шақырдыңыз ба?» деп күмілжіп дауыстадым. Жүрегім дүрс-дүрс соғып қорқып тұрмын. Әкем қонақ бөлмеде отыр екен. «Дана, бері кел», деді қатқыл үнмен. Мен сүмірейіп әкемнің қасына келдім. Әкем әдеттегідей мас екен. Менің қолымнан сүйреп, жатым бөлмеге әкеліп, желкемнен ұстап көтерді де төсекке бір-ақ лақтырды. Мен аңқ етіп, төсекке ішпен құладым. Әкем көйлегімнің етегін жоғары көтеріп, іш киімімді шешіп лақтырып жіберді. Маған қызарған көзімен алайып қарап, «Осыдан шешеңе айтатын болсаң, шешеңнің басын балтамен шауып өлтіріп тастаймын». Мен қорыққанымнан көзімді тас жұмып алдым. Әкем менің үстіме қонжиып, мүшесін мен ұятты жеріме ыңғайлады. Бірінші мүшесін үшін жаймен тықты да, артынан қатты итеріп қалды. Көзімнен жас бұрқ ете қалды. Астым қатты ауырып, айқайлап жібердім. Осылайша бөтен емес, өз әкемнің мені қорлағаны жаныма қатты батты. Осы жайдан соң қатты тұйықталып кеттім. Өз-өзімнен оқшауланып жалғыз жүретін болдым. Бала болып, құрбы қыздармен ойнауды да қойдым. Әкем ішіп келіп, анама қол көтереді.
Анам әдеттегідей қашып кетеді. Мен сорлы әкемнің астында мыжылып, оның ермегіне айналдым. Іш құрылысым ауырып, астымнан жағымсыз иіс шығатын болды. Бір күні анама бәрін айтып беруге бекіндім. Анам үй тіршілігімен күйбеңдеп жүрген. «Анашым, сізге бірдеңе айтайын ба?» дедім. «Қойшы, Дана!» деп анам мені тыңдағысы да келмеді. «Анашым, анашым деймін, айтайыншы!» деп жалындым. «Не болды? Айт енді!» деп ашуланды. Мен маңқиып үндемей тұрып қалдым. Менің бұл қылығым анамның жүйкесін қоздырды. Анам маған ашуланып: «Айтсаңшы енді, не болды?» деп ұрсып қоя берді. «Анашым, әкем маған тиісті!» дедім күмілжіп. Анам көзі шарасынан шығатындай одырайып қарап: «Не? Қалай тиісті?» Менде үн жоқ. «Қалай тиісті деймін саған?» деп тағы жекіді. «Әпчөн маған тықты!» дедім. Анам көзі аларып, жерге сылқ етіп құлап түсті. Мен қатты қорқып кеттім. «Анашым, анашым, сізге не болды?» деп анамның қасында бажылдап жылап отырмын. Анамда үн жоқ, сылқ түсіп үнсіз жатыр. Беті бозарып кеткен. Осы кезде үйге әкем кіріп келді. Анамның қасында жылап отырған мені көріп, қолындағы сөмкесін лақтыра сала қасымызға келді. «Анаңа не болды?» «Анам құлап қалды!» деп еңіреп отырмын. Әкем анамды жерден көтеріп қонақ бөлмедегі диванға жатқызды. Қолын уқалап, бетіне салқын су бүркіді. Анам сол кезде есін жиып көзін ашты. Әкем анама: «Жаным, не болды?» Жаны қалмай жатыр. Анам: «Білмеймін, басым айналып кетті» деді. Жедел жәрдем шақырдық. Әкем жедел жәрдемді тосып аламын деп сыртқа шығып кетті. Мен анамның қасында солқылдап жылап отырмын. Анам басын көтеріп отырды да менің қолымнан ұстап: «Дана, әкең саған тиіскен ешкімге айтқан жоқсың ба?» «Жоқ, ешкімге айтпадым, сізге ғана айттым, анашым», деді меңіреп. «Дана, бұны ешкімге айтпа, ұқтың ба?» «Жақсы, анашым, ешкімге айтпаймын, тек сіз ауырмаңызшы, анашым», деп егіле жыладым. Жедел жәрдем келді. Анама укол салып кетті. Анам тәуір болып басын көтерді. Ештеңе болмағандай кешкі ас әзірлеп, бәріміз дастархан басына отырдық. «Жаным, кел, тағы ыстық астан салып берейін», деп әкеме ас салып беріп жатты. Анам түк болмағандай кейіпте, әкемнің иығына басын салып еркелеп күліп қояды. Менің тәбетім болмады. Анамның бұл қылығын түсіне алмадым. Түсінуге қаршадай қыздың миы қайдан жетсін. Әкем ішпегенде бәрі жақсы. Әкем анама жаным деп, анам әкеме жаным деп еркелетіп, құтты бір бақытты отбасын кейпін танытады. Анам екеуміз содан бері болған жағдай туралы ешқашан сөйлескен емеспіз. Әкем ішіп келсе, анам енді мені өзімен алып қашатын болды. Бұл әкемнің ашуын қатты қоздырды. Бірде әкем ішіп келіп, анамды боқтап бұра бастады. Анам құлап басын соғып алып, қан бұрқырап аға бастады. Әкем қанды көріп, ұруын қойып далаға шығып кетті. Ағам жедел жәрдем шақырып, анамды ауруханаға алып кетті. Жедел жәрдем анамды алып кеткен соң, ағам екеуміз ұйықтап қалдық. Түнде әкем келіп, мені көтеріп, өз бөлмесіне алып кетті. Әкем мені таң атқанша зорлады. Бұрын әкем маған ішкенде ғана тиісетін. Анам мені өзіммен бірге алып қашып кететін болғандықтан, бүгіндері әкем мені ішпесе де зорлайтынды шығарды. Бой түзеп өсіп, 9-шы сыныпты оқып жүрген кезім еді. Сабақтан үйге келсем, анам үйде жоқ екен. Бұл кезде әкем үйде болады деп ойламадым. Үйге кіріп келсем, әкем отыр. Мен үйден қайтып шығып кеттім. Анама қоңырау шалып едім, жауап бермеді. Көрші әйелдің үйіне келсем, анам осында шай ішіп әңгімелесіп, бірдеңеге күліп шүйіркелесіп отыр екен. Анам екеуміз көрші үйден шығып, үйге беттедік. Ой тоқтатып, бой түзеп өскеннен бері қаншама сұрақтар көкейімнен кетер емес. Анам бәрін біле тұра, неге әкеммен әлі тұрады? Екеуміз де үнсіз келе жатырмыз. Не де болса анамнан сұрайын. Бауыр еті баласын зорлаған күйеуін, әкемді неге соттатпайды? Не үшін мені қорғамайды?
Анашым, әкем мені зорлағанын бәрін білесіз. Неше жыл болды, бәрін біле тұра. Әкем деп айтуға лайықсыз сұмырай күйеуіңмен әлі тұрасың. Неге соттатып жібермейсіз? Ол малғын мен әптен қорлап бітті. Сіз үйде жоқта үнемі мені зорлайды. Анашым, сіз мені түсінесіз ба? Анашым деймін. Өксіп жыладым. Анам жан-жағына қарап, Дана, ақырын біреу естіп қоймасын. Анашым, сіз не деп тұрсыз? Не мына жауыз күйеумен ажыраспайсың? Сізге сонда бәрібір ме? Туған қызыңнан, бауыр еті балаңнан жауыз күйеуің артық па? Анашым, айтшы, неге үндемейсіз? Анам мені құшақтап жылап, қызым, Данам, мені кешірші. Әкеңді мен соттата алмаймын. Ертең естіген ел не дейді? Ел жұртқа күлкі боламыз ғой. Ертең сенің артыңнан сөз ереді. Мен әкеңнен ажыраса алмаймын. Мен сол жексұрын әкеңді сүйемін. Дана, түсінші мені, кешірші мені. Ертең ағаң үйленеді, сен тұрмыс құрасың. Мен жалғыз қалғым келмейді. Менің қолымнан басқа ештеңе келмейді. Бұл жағдай екеуіміздің арамызда қалсын. Ешкімге айтпа. Өтінем қызым, қинамашы мені. Қорған болар анамның жауабы мынау. Кімге барып не деп айтамын? Осылайша жабулы қазан жабулы күйінде қала берді. Өз әкемнен, өз үйімде қорлық көріп, өмірден азап шеккенмен небәрі 18 жасқа толар-толмас, өзімнен 15 жас үлкен жігіттің етегінен ұстап кете бардым. Өйткені мен өз үйімнен, әке-шешемнен тез құтылуға асықтым. Мен анамды да қатты жек көріп кеттім. Тұрмысқа шыққан соң 4 айдан кейін аяғым ауырлап ұл бала тудым. Ұл бала туғаныма қатты қуандым. Күйеуге тиіп әкемнің қорлығынан құтылдым-ау деп едім. Енді күйеуім мені себепсіз қызғанып қол көтеретінді шығарды. Үйге күйеуімнің достары жиі келіп тұрды. Біреу бетіме күліп қараса, сол күні оңбай таяқ жейтін болдым. Кейден алып жылаймын. Әкемнен зорлық көргенше күйеудің таяғы жақсы деп басыма түскенге көніп жүре бердім. Күйеуім қол көтергенде мені жерден алып жерге салып, боқтап борап, сен салдақы, бесіктен белің шықпай жатып қыз болмадың, маған қыз болып тимедің, сен бұзылған сайқал қатынсың деп жиі айтады. Осылайша күйеуден таяқ жеп жүріп, екінші балама аяғым ауыр болды. Өз үйдегі әйел қыз бала дегенде жүрегім зырқ ете қалды. Көзімнен парлап жас аға берді. Неге, не үшін мен қыз бала туғым келмейді деп ішімнен жыладым. Әрине, қандай бала болса да жақсы ғой, бірақ өзім қорлық көрген соң қыз баланың болмағанын қаладым. Бұл балалық шақтан қалған үлкен жарақат. Бір жерге барсам қызымды қасыма ертіп жүремін. Қызымды үнемі тастамай ертіп жүргендіктен енем жақтырмай. Неге осы бұзауын ерткен сиыр құсап қызыңды ертіп жүресің? Өзіміз бала ертпейтінбіз. Жаным сүймейді бала ерткенді деп ұрсып тастайды. Балалық шағынан қалған жарақат менің еш санамнан кетер емес. Еркек атаулыға сенбеймін. Мейлі ол өз әкесі, мейлі ол өз ағасы, қызымды қызғыштай қорғап жүрмін. Менің жан жарамды кім ұқсын? Бәрі ішімде, өзегімде өртейді. Ешкім түсінбейді. Өйткені ол жарақат жүрегімнің түбінде мәңгіге сақталып қалған.